Атқанымыз ғой халықтың айтқандары. Тағы қандай сұрағыңыз бар еді? Болды ма осымен? Енді сұрағымыз болғанда бізге қайтадан осы тротуарымызды қайтарсын. Басқа ешқандай мәселеміз жоқ. Біз қарсымыз айналайын. Салынбасын. Қарсымыз біз. Айттыңыздар ғой оны. Bir ауыздан қарсымыз ғой бәрі. Жұмыста просто қазір көбісі жұмыста, бүгін дүйсенбі. Біразы шығар еді. Просто на кісілер енді қолдары бос болғаннан кейін осы кісілер, пенсиядағы кісілер, немерелері үшін, балдар үшін шырылдап отыр қазір осы жол үшін. Қазір мектепте 5 понедельниктен пятницаға дейін оқиды ғой, қазір субботаны да оқитын қылмады. Сол себепті нагрузка қазір сабақта. Кешкі сабақ 7-ден 50 кеткенде бітеді, почти 8-де бітеді. 7-ші сабақ па, 6-ші сабақ па. Мына жерден өту ол қауіпті. Жолымызды қайтарсын. Түсінікті. Жоқ, сөйлесеңіз мен берейін. Енді айтарым, Кентау қаласында осы тәртіп қалмады ғой. Неге жолымыздың бәрін бөгіп жатсыңдар біздің жерімізді. Скорый келемаса, пожарный келемаса, өртеніп өлеміз ба? Жолды босатыңдар, жолын алып кетіңдер мына ғимараттарыңда. Керек емес бізге. Рахмет. Осымен болған болса, тоғыра берсек бола ма? Рахмет, сау саламат болыңыздар.